30 жылда енді құлшылық намазда, оразада жүрміз ғой бәріміз енді. Сонда мысалы өз басым. Сонда әр ораза келген кезде әр оразада басталатын жағдай. Біреулер айды көрмедік, айды қарадық дейді, көрдік дейді, сосын бір күннен кейін ұстайды ораза, бір тәулік өткен ораза ұстайды. Солай көпшіліктен бөлек ұстайды ораза. Сол осы туралы дұрыс па, дұрыс емес пе, сол бір мағлұмат айтайын дедім. Менде де бұрынғы бір ескі видео бар, ол жерден басқа нәрсе бір қосылған, мен қысқаша мынау видеода айтайын дедім. Ол кезде бәрі неден кетеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте айтып кеткен бір сөзі бар. Біз сонда қауым есеп білмейтін, жазу білмейтін, есептен математика сондайды оқымадық, біз сондай сауатсызбыз деп айтады өз қоғам жайында. Ай дейді, қараймыз айға. Көзбен қарадық, аймен жаңағыдай көрінді, сол келесі күні ораза басталды, ай, жаңа ай басталды. Егер көрінбесе ай көзбен, онда 30 күнге толтырамыз, сосын бір күннен кейін басталады келесі ай деп солай. Хадистің сөзіне өзінде айтады, біз жазу білмейтін, есеп білмейтін, сол үшін біз көзбен қараймыз дейді. Сол айтып кетеді. Құранда Алла тағала әш-шамсу вал қамару би-хусбан, ай мен күн есеппен жүреді деп айтады. Есеппен жүреді жаңа. Сол хадисте айтады, сол айды көріп, ораза ұстаңдар, айды көріп, ауыз ашыңдар деп. Сол көруді айтады. Көру деген ол тек қана көзбен көру ғана емес. Қандай көру бар? Басқа көру бар, ғылым арқылы бар. Жаңа телескоп қолданады. Жай көзбен көрінбеуі мүмкін. Телескоппен деген не бар? Ғылым арқылы бар. Есеп жаңа осы ғарышты зерттейтін ғылым. Есеппен жаңа. Сонда ана жерде сол есеп бойынша бұны руя альмия деп айтады. Ана руя айния, ана көзбен көретін, көруді, айния көзбен көретін, ана руя альмия, ғылым арқылы көретін көз. Сонда айырмашылығы қандай? Ғылым арқылы көру ол дәл екен. 100%-ге дәл болады екен. Өйткені есеп, нақты есеп. Өзде есеп, ғылым деген ол жай қателеспейді, нақты есептелген нәрсе. Ол ай деген ол бірнеше ай емес. Сол үшін осы мәселеге де мұсылман ғалымдар бір келтірді, бір мәселені айтты. Адам мына жер бетін былай карта қойып, карта сол 3 сызық жасап қойды. Мына жер беті, мына жерде сызықты, мына сызық бойынша адамдар көзбен қарайды аспанға, ай көрінеді. Екінші сызық тура сол уақытта адамдар қарайды, аспанға көрінбейді, бірақ телескоппен қараса, ол ай көрінеді екен. Үшінші сызық жерінде телескоппен қараса да әуре болып көрінбейді ай. Бірақ жаңа ай бар, шықты ол. Ай бірнеше ай емес қой. Бірақ сол бір жерде көрінеді, бір жерде көрінбейді, әртүрлі себеппен. Бірақ бір ай бар. Сондықтан мынау қазіргі мұсылмандар ғылыми мынау несімен табады ғой, есеппен. Мысалы көбісінде қасына тұратын мемлекеттер, көрші мемлекеттер бәрі бір уақытта не қылады, ұстайды. Өйткені жаңа бардақ болмасын деп, әртүрлі көршілер бір уақытта бізде былай бір кезде не ұстайды, бір мысалы осымен сүйеніп. Көбінесе жаңағыдай сол. Ал енді әртүрлі болса, ан жақта айдала басқамыз Америкада, басқа жақта анау жердің шардың ар жағында, ол басқа әңгіме. Ол жерде басқа күнде ұстаса мейлі, ол не емес. Бірақ көрші бір жерде тұратын көрші болған мемлекеттер ол көбінесе бір уақытта ұстау керек деп айтады. Осындай және осындай бір кішкентай қарапайым нәрсе, ол адам мысалы соны білмеген үшін көпшіліктен бөлінеді. Ол мысалы мүмкін ораза басталды, ол өзінше ораза басталмады деп көзбен көрмедім деп ораза ұстамайды бір күн. Соны оразаның бір күнін жаңағыда ұстамай кетеді. Ол жақсы ма? Жақсы емес.